мына заправка ішінде бәрі бар. Осындай обычный картамен қоя берсем болады. Бірақ мен наличка құям, сол үшін кіріп кассаға берейін деп жатырмын ақшаны. Good morning. I wanted to pay in cash for $20. Column 8. Number 8. Yeah. Okay. Thank you. Have a good day. Ақшаны төлеп шықтым. Қазір барып енді құюым керек. Кетіп жатыр. Мына жерде бағасы шығып тұрады, астында құйылып жатқан галлоны. Бір галлонда 8 литр бар, почти 4 литрдай. Бір галлонның бағасы, бір галлон бензин $3.29. Құйып алайын. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен Гаухар Америка. Және бүгін менде влог. Бензин құйып алдым заправкаға келіп. Енді ары қарай магазинге барайын деп отырмын. Балалардың мектепке апарып тастадым. Барып продукт аламын. Бірінші жолдан соғып, бір-екі нәрсені алып аламын. Үй жақтағы магазиннен. Так, машинаны қойып алдым. Қазір енді мен керек заттарды алуым керек. Жаңа негізі біз магазинге соққанбыз. Мен балаларға негізі күнде таңертең ланч дайындап беремін ғой мектепке да. Ланчқа салатын анамнан бәрі болды. Именно печенье бітіп қалған ғой үйде жаңа азанда. Печеньені жолдан алып магазинге соқтық та, сөйтіп ланчтарына қосымша еще салып жібердім. Мына печеньені мен $6 алдым. Ішінде осындай мынандай пачкадан 12 пачка болады. Дәмі күшті. Ішінде несі бар? Мындай инжирдің дәмі шығады. Начинкасы фруктовый начинка, бір джемға ұқсайды. Күшті? Свежий прям. Осыны тағы бір пачка аламын қазір. 2 пачка аламын деп ойлап едім. Соны бір пачка алып қойдым да мектепке бара жатып. Балалар жақсы көретін. Соңына дейін бірге болыңыздар. Бірге азық-түлік алайық. Джевелоско ғой. Алдында келетін едім ғой. Жиі келем негізі мен. Жиі келетін магазин. Үйге де жақын. Тележка алып алайын. Ішіне пакетімді саласылайын. Фруктыларға келдім. Блубери бітіп кетіпті, маған осы блубери керек болған. Қандай қапты ғой? Осындай блубери алайын. Бағасы $1.99. Негізі сол үшін бітіп кеткен ғой. Обычно бұлар $4.5-5 тұрады. Скидкамен $2 тұр екен қазір. Бірақ бұл лимит болады обязательно. Мына жерде лимит 2 деп жазылып тұр. 2-ден артық алуға болмайды. Мына жерде апельсиндердің үлкендігін қараңыздар. Үлкен ғой мына. Өте үлкен. Обычно біз бұдан кішірегін алатын едік. 69 цент за паунд. Паунд деген 450 грамм. Мандариндер 3 паунд. Мынандай пакеті $3.99, $4. Мынандай пакеті. Жақсы, осы мандариндердің дәмі. Үлкен әдемі. Осыдан алайын. Екеу аларым. Мына жерде қараңыздар, кесілген дайын фруктылар. Алып жеп кете бергенге жақсы. Мына машинада кетіп бара жатқанда, асығыс кезде. Мынандай мысалы, ягодалар аралас, клубника, блубери екеуі. Қараңыздар, $10.99, $11. Мына бір пакетінің өзі. $11 екен. Мына жерде манго, стробери, пайнапл дейді. Мына жерде манго мен клубника и ананастың үшеуінің миксі $8. Өте үлкен емес, 1,5 килограмм шығады. Аха, 600 грамм екен мынау. Бұл енді кәдімгі килограммдық фруктылардан қымбат түседі әлде қайда. Үшеуі $12 дейтін алар. Қауындар. Қандай микстар бар. Қасында сырмен бірге $3.5 екен. Күшті, я? Жеп кете бергенге жақсы. Конечно, бұл қымбаттау шығады негізі. Маған ет алуым керек. Осы жерден
мынандай үлкен кусок еттерді алам. Сиырдың еттері дәмі күшті, жақсы, өте жақсы болады дәмдері. $15. Мынандай үлкен кусоктары. Мынандай үлкен кусоктары $15 мынау. 14.57 дейді. $11. Пакеттер болатын еді. Мындай новогодный үйлер іліп қойыпты уже. Новый год жақындады. Бұл жақта Рождество тойлайды ғой. Новый годтан ертерек болады ол. Декабрьдің ішінде. Мынандай үлкен 2 кусогын алып жатырмын. Қазір пакетке салып алам. Мына пакеттерге салып алам. Өткен жолы келгенде мен фаршты көп қылып алған. Фарш жоқ, қараңыздар, пустой болып кеткен. Өте жақсы фарш, сол тез өтіп кетеді. Толып тұрған кезде көбірек қылып алып болмаса, мен үйге толтырып алып қойғам соны пачкамен. Мына печеньелердің қатарынан жаңағы көрсеткен печеньеден тағы бір пачка алғым келіп тұр. Потому что үйде таусылып қалатын біліп тұрмын, бар ғой бүгін біреуі. Тағы бір пачкасын алып. Міне мынандай. Осыдан тағы бір пачка аламын. Жаңа бір пачка алдым ғой. $2 паунд үшін. Алардан да дәмі күшті осылардың. Осыдан алайын деп жатырмын мен. Қазір салып аламын. Дәмі күшті, сочный помидор салатқа. Сухой завтрак бар ғой, сүт салып ішетін. Солардың порционный түрлері бар. Бірақ бұл үлкен пачкадағының қымбатырақ түседі. Екеуі $4. Мынандай 2 штугы $4. 2 рет жеуге да. А мен үлкен пачкасын алам. Потому что балаларға бұны жеткізу мүмкін емес, көп алуға тура келеді да. Мен үлкен пачкадан бір 2-3 пачкасын алып қоям. Сол біразға жетеді. Мына жерден самообслуживаниеден өте ыңғайлы осы маған. Заттарымды алып алдым. Қазір енді машинаға салам да. Сосын тағы басқа магазинге барам. Мен шықтым уже. Пакеттерімді салып алдым. Көп нәрсе емес, 2 пакет қана алдым бұл жерден. Осы магазин негізі өте жақсы магазин. Қазір енді мен Walmartқа барайын деп жатырмын. Walmartқа келдім. Осы жерден де енді азық-түлік алам. Ең бірінші мынандай посуда отделға келдім. Мынаны мен сайтынан көрген болатынмын. Бұл $200 деп тұрған, бірақ скидка болып жатқан сайтында. Соны қазір мен көріп тұрмын. Қатты ұнаған маған осыны алғым келіп тұр. Осы ұнатқан наборымды алып алдым, потому что мен өткенде осыны іздеп специально осыған келген едім магазинге. Thanksgiving кезінде Black Friday болды ғой. Сол кезде мен келіп осыны таппай кеткем. Вообще болмаған, бір штукта болмаған. Бүгін тұр екен, именно менің ұнатқан цветім тұр ғой, осындай. Осы маған қатты ұнап еді, осыны алғым келді. Ішінде барлығы бар, прям наборда. Келген кезімде вообще болмаған. Енді бүгін келсем тұр, сүтке бара жатырмын. Сүт жүті аз қалыпты. Тұр ғой төменде. Осы қою сүт жақсыса, осыдан алам. 1 галлон. Мен обычно алып жүрген жұмыртқа. Үлкен коробкасын алып жүрдім ғой. Қараңыздар, 19-26 болып кеткен ғой. Почти $20 болып кеткен. Осында үлкен коробка, 60 штук жұмыртқа. Мыналардың бағасы $12 ма сондай мынау. Мынау үлкен 2 пачка тоже. Оның ішінде 36 болады. Оста жақсы. Тура анау сияқты үлкен. Осыны алайын деп жатырмын. Мына жерде йогурттар. Обычно мынадан алатын едім. Мынау питьевой йогурт, балаларға ланчқа салып бергенге жақсы да. Смузи йогурт қой. Бағасы $5.37. Мынандай да йогурттар бар. Бұландай ұзын пакетикте болады мынандай. Ішінде 8 болады. Бағасы $1.78. Басын қықпайды. Жыртаттағыны іше береді, іші йогуртшы.
осыдан біреуін алып көрейінші. Вообще мынандай алмайтын едім мен негізі. Бүгін көрейін деп жатырмын. Активия йогурттарда дәмі күшті, осылардың бағасы 6,86-дан ішінде 12 болады. Мынандай клубникадан и персикпен 6,86-ға осы почти $7 12 штука. Осы екеуін алайын. Балдарға алып сармай. Ішінде 2 пачка болады. Үйде негізі сармай бар. Мен бір пачкасын ала салам ғой деймін пока. Үйде сармай бар көп еді. Осыдан бағасы $4,47, $4,5, жарты килограмм. Мынандай маргаринде ала салдым. 1,24 бағасы. Тоже жарты килограмм. Сармай маргарин екеу бар болған. Артық тұрады үйде постоянно. Кейде анау пісіріп қалам, сөйтсе дайын тұрады. Сметана. Бағасы 2,74. 700 граммдық сметана. Мынандай ұн алайын деп жатырмын. Өте үлкен, ең үлкен пачкасы мынау осы. Ұндардың арасындағы ең үлкені осы 25 паунд болады. Бағасы $12. Осыны алам, салып алдым. Үлкен, ауыр зілде. Килограммен бір 12 килограмм шығады ғой деймін. Ауыр, өте ауыр. Ең үлкені осы. Мен анау пісірем ғой, торт, тәтті, бірдеңе, булочки, нан деген сияқты. Пирожки. И мына жерден шекер, қазақшалап. Сахар алам, бағасы $3,5, 2 килограмм болады ішінде. Пока біреу алайын. Жақсы осылар. Қойсылайын. Күріштердің қасына келдім. Үйде күріш бар. Бірақ мен именно палауға арналған күрішті осындай жасмин рис дегенді алам. Жасмин үлкен болады да, ірі болады. Палауға осы жақсы болады. Бағасы 5,76, 5 паунд үшін. 2,5 килограммдай шамамен. Мынандай обычный күрішті мен кашаға, күріш көжеге көп алам. Бұл жақсы осылардың да дәмі. Жақсы, мынандай ұзын-ұзын қараңыздаршы, бір күшті. Маған осыдан ет негізі. Мынау да жақсы. Горох, чечевица. Осылардан ала салайын. Балдар жақсы көреді осыны чечевица мен горохны супты. Мына жерден макарондар алам. Мындай алам. И мынандай алам. Ой. Бағасы $1.08, $0.98, $1 тоже. Екеуі $2 асады сонда шамамен. Мына жерде томатный паста бар. Үлкендеу пачкасы өліп. Мынаның үлкені бар еді. Ең үлкенінің өзі. Мынау ғой. Томатный паста дейді. Осыдан алайын. Екеуін бағасы 1,22-ден. Әрқайсысы 1,22-ден. Осындай. Сгущенное молоко бағасы 2,64. Сгущенкалардың ішіндегі ең атақтысы, жақсы десем болады осына. Жақсы, осыдан екеу алам. Бағасы $2,64. Мұнда шоколадный паста. Бағасы $5. Үлкен пачкасы 750 грамм. Ішінде 750 граммнандай шоколадный пастаға нанға жағып жейтін сэндвич қой. Сондай сок аламын обязательно. Балдарға ланч жасап бергенге, сыртқа шыққан кезде сумкаға салып алғанға өте ыңғайлы. Бағасы $3-дан ішінде 10 штук болады. Осындай fruit punch деген жақсы, ішінде мынандай микс қой джемстердің. Сок күшті дәмі. Осыдан алам. Шайға конфет алайын деп жатырмын. Мынау жақсы, осыдан алып тұрамыз жиі. $7.98 мынау баунти сияқты дәмі. Ішінде еще мынандай несі бар, миндалі бар. Қанша несі? Граммы көп еді осын. Так, 569 грамм. Осындай
кішкендеу пачка жарты килограммнан көбірек 8 доллар. Твикс. Твикстің кішкентайлауы үлкен пачкасы бар еді осының. Ішінде 300 грамм ғана 4.92. Твикстің үлкен пачкасы бітіп кеткен ғой деймін міне. Твикс екен міне 7.97-тен үлкен пачкасы болған. Мынандай микстар бар, бірақ бұл микстар жеке-жеке алғаннан қымбатырақ түседі. 9.96 10 долларға микс мынау Snickers Twixтің миксі. Мынандай apple sauce яблочный пюре ғой. Дәмі күшті. Кішкентай бала түгіл үлкен адам жегісі келетін. Дәмі күшті вообще. Без сахара, ешқандай несі болмайды. Өзінің чисто кәдімгі яблочный пюре ғой. Бағасы 224-тен ішінде осындай 6 штук болады. Мынандай кішкентай-кішкентайдан. Шоколадный сироптардың қасына келдім. Мынандай Nesquik hot chocolate. Горячий шоколад. Мынау ыстық сүтке істеп ішкенге күшті. Балалар жақсы көреді. 6 доллар 14 цент дейді. 6-да 14 доллар осыны алып. Мороженныйдың бетіне құюға сироп шоколадный. Любой нәрсеге құя беретін. Блинчик істесең де, пирог істесең, пирогтың бетіне де құя саласың. Жақсы. Мына еще сүтке смузи қылуға да болады да осындай. Мен мынандай ыстық сүтке істеп ішкенге мынау жақсы. Осындай алдым. Колбаса, сосискалардың қатарына келдім. Мына жерде мынандай сосиска алайын деп отырмын. 13.62 доллар. Говяжий сосиски жақсы осылар. Ходокқа или сосиски в тесте наггетс алайын деп отырмын. 6 долларға осындай 2 паунд. Осындай. Енді банандарға келдім. Сап-сары әдемі банандар толып тұр екен. 1 паунд 50 цент. Қазір пакетті алып салып аламын. Көбірек аламын бананнан. Банандар осындай үлкен. Осыдан тағы да сосын тағы біреуін аламын. Салып аламын. Қоя тұрайын. Балдар жақсы жейді. Сабаққа да алып кетеді. Былай кезде ештеңнен артық кішкене бүлініп қалыпты. Осы екеуін салып аламын. Қарыт керек маған. Фреш қарыт. Сәбіз ең үлкен пачкасы мынау 3.8 4 доллардан. Ішінде 5 паунд болады. Осыны алайын деп отырмын. Ең үлкен пачкасы. Алма обязательно. Үйде болса да әр келгенде бір пачкасын хотя бы алып кетем. Жақсы осылай алмалар күшті дәмі. Бағасы 3,5 доллардан. Ішінде 3 паунд болады. Жақсы көреді балалар осы алманы. Осындай жүзім алып жатырмын. Үлкен пакеті. Паунд үшін 1,9 доллар. Бір примерно 6 доллар болады. 3 паундтан көбірек мына жерде. Келесі мауыр болып кетті. Мына жерде зелендердің қасына келдім. Мындай көк пияз алайын деп жатырмын. Осындай пакеттап салып аламын. Бағасы 1 доллар. Біреуі 1 доллардан әрқайсысы. 96 цент. 1 доллар ғой почти. Мынандай нан алдым. Батон нандар жұмсақ, дәмі күшті. Бағасы негіз 1.98 дейді. Постоянно 1 долларға тұрады, бірақ бағалары ше. 1 доллар деп тұр. Күшті дәмі осылады. Вот, мен енді кассаға барайын деп жатырмын. Енді барлығын машинаға салу керек. Walmartта қашан келсең де алды толып тұрады ғой істеп. Так, мына жерден өтуім керек, мен енді күте тұрам. Мыналардың бәрін жайғастырып салып алуым керек. Ішіне салатын шығарым, потому что багажда тағы заттарым бар, сыймайтын сияқты. Заттарым бәрін толтырып салып алдым. Іші толған продукты болды. Багажға сыймай қалды. Босаттым. Енді орнына қойып, үйге баруым керек. Мен уже үйге келдім, есіктің алдына келдім. Қазір заттарым барлығын кіргізіп алам. Бүгінгі влог ұнады деп ойлаймын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған мен Гаухар Америка. Және міндетті түрде комментарий жазыңыздар, тіркеліп алыңыздар,
лайк басуды да ұмытпаңыздар. Бай, келесі кездескенше.